Қызылорда Арал бағытында көбісі штрафқа түсіп жатыр. Өйткені жылдамдықты өлшейтін камералар іске қосылды. Аралға дейін 6 арка бар. Міне, фураның артына тақап жаймен өтіп кетем, обочинаға салып өтіп кетем, болмаса алдыңғы номерімді алып тастаймын деп шустыр тетпей қойыңыздар. Бәрін анықтайды. Алдыңғы номеріңізді алып тастасаңыз артынан түсіреді. Сондықтан достар, мына подложка номер тағатын жандарға да ескерту. Камерада отқан адамдар анықтайды да алдында экипажға хабар беріп, ассалаумағалейкум деп күтіп алады. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, Қызылорда облысы КАЗ-06 Қарабұтақ Шымкент Қызылорда бағытында халықаралық маңызы бар екі стационарлық аппараттық бағдарлама кешендері бұл екі арканың арасындағы жылдамдық есептейді. Соған сәйкес нұсқама шығарады, нұсқамаға сәйкес айыппұлдары бекітіледі. 100-ден асырмау керек. Әдейі 100 деген скоростты қойып штраф салу үшін жасалған дүние емес достар. Бәрі өздеріңіздің қауіпсіздіктеріңіз үшін. Міне, екі ақпаласа Афганға ұшудың өзі өте қауіпті, сондықтан жай жүрек жылдамдықты асырмайық. Бәріміз ескертпейді деп айтамыз, бірақ мен осы камера қосылғаннан бастап айтып ескертіп жатырмын достар. Сіздерге өтініш, осы видеоны барша осы екі ортада қатынайтын таныстарыңызға, таксист достарыңызға, фур айдайтын таныстарыңызға бөлісіп қойыңыздар, штрафқа түсіп қалмасын. Сіздермен бірге тап-таза міндет, мақсатымыз тек қана пайдалы болу, историяларыңызға алып кетуді ұмытпаңыздар.